Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге бөлме гүлдеріме қандай тыңайтқыштар қолданатынымды көрсетемін. Менен көрермендерім қандай удобрение қолданасыз деп сұраған, сол себепті барлық удобренияларымды көрсетпекшімін. Біріншіден, мен сіздерге мына көп адам сұрайды менен эпин мен цирконның айырмашылығы неде, қай кездерде қолданады бұны деп. Мен сіздерге айтайын, қай кездерде қолданатын. Эпинді күн салқын кезде, қыстың күндері, көктемнің жаңадан шыққан кездерде қолданса өте пайдалы болады. Бұл салқыннан қорғайды өсімдіктерді. Ал циркон болса керісінше ыстықтан қорғайды. Қатты ыстық болып кетсе де, қатты салқын болып кетсе де, үй гүлдері өте қатты қиналады. Сол себепті стрессті снимать ету үшін, стрессті алдын алу үшін осыны қолдануға болады. Эпинді жаңағыдай екеуінде үй гүлдерін, топырақтарын ауыстырып, пересадка жасаған кездерде стресс алмас үшін 8 тамшысын 1 литр суға араластырып жапырақтарына сепсе болады. Екеуінде 8-ден. Менде мынандай жарты литрлік су сепкіш, бұған мен 4 тамшы эпинді, цирконды қосамын. Содан гүлдеріме себемін. Бірақ бұны көп қолдана беруге болмайды. Жалпы удобрение тыңайтқыштарды көп қолдана бергенде ол тамырын өсімдіктің күйдіріп көп әуестенуге болмайды бұл тыңайтқыштармен. Және мына здравин деген порошок, бұны да қолданамын. Бұны 1 литр суға 1-1,5 грамм қосып, 1 күн алдын ертіп қойып, келесі күні қолданамын. Бұл гүлдерді жақсы өсіреді және гүлдетеді. Карневин бұл мен атроскаларды тамырлатар кезде қолданамын. Өте жақсы көмектеседі тез тамырлауына. Активированный угольді да қолданамын. Бұны да тамырлату үшін, мысалы стаканға су құйып, атросканы салған кезде, ол кезде біз 1-2 таблеткасын сал жерсек тез тамырлайды. Сосын йод та қолданамын. Мына 1-2 тамшысын 1 литр суға мына орхидея гүліме мен кондиционер спрей орхидеяның тез гүлдеуіне, тамыр өсіруіне жақсы көмегін тигізеді. Тағы да мен янтарная кислота туралы айтқанмын. Бұны 1 айда 1-2 таблеткасын суға араластырып, және перекис қолданамын. Мына бұны 1-2 тамшысын 1 литр суға құйып жапырақтарына себемін. Және мына арнайы тоқталып өтейін. Аммиак бұл азот. Азот біздің өсімдіктерге өте пайдалы. Бұл стимулятор роста денады, стимулятор роста. Тез жапырақтанып өсуіне жақсы септігін тигізеді. Осыны 2-3 тамшысын жарты литр немесе 1 литр суға қойып жапырақтарына себетін болсаңыздар, бірден байқайсыздар, тез жаңа жапырақтар шығарады. Және менің мына бұл органический паста деп аталынады. Бұл осындай суға араластырып, 1 ас қасықты 1 литр суға араластырып удобрение ретінде. Бұл табиғи органический деп аталынады. Өте күшті пайдасы бар. Және мен арнайы тоқталып өтейін, маған қатты ұнаған удобрение мына скорая помощь деп аталынады. Удобрение для комнатных цветов. Бұл удобрение әрі тыңайтқыш ретінде, әрі дәрі ретінде. Бұны қолдансаңыздар, үй гүлдеріңіз ауырмайтын болады. Және алдын ала сақтайды, иммунитетін көтеріп, және бұның емдейтін қасиеті де бар. Мына топырағына бұны қалай қолданады? 2 қалпағын 1 литр суға қосып, топырағына құйсаңыздар болады. Немесе 1 қалпағын 1 литр суға қосып, жапырақтарына сепсеңіздер болады. Мына менде железа бар. Железа, купурус железа деп аталынады. Бұл хлороз кезіне өте пайдалы. Хлороз дегеніміз ол жапырақтың сарғаюы. Және железада біздің өсімдіктерімізге өте қажет. Сол себепті жарты чайный ложканы 1 литр суға араластырып, тамырына және жапырағына себемін. Сол кезде ешқандай да хлороз ауруымен ауырмайтын болады. Үй гүлдері жапырақтары жап-жасыл болып, әдемі құлпырып өсетін болады. Жалпы осы менің қолданатын тыңайтқыштарым. Және айтып өтетін жағдай, эпин менде қалып кетіпті, мынандай капсулада болады.
40 тамшы болады. Эпин стрессті снимать етсе, жаңағыда пересадка жасаған кездерде қолданса, цирконды жапырақ сарғаймас үшін де, хлороз болмас үшін де қолданады. Осыны да айтып өтейін. Және барлық менің удобренияларым осы, және табиғи удобренияларды қолданамын. Ол дегеніміз шекерді суға араластырып гүлдерге құямын, және бананның қабығын 1 литр суға 1 бананның қабығын салып, 1-2 күн қойып, оны сүзгіштен арнайы өткізіп, сүзгіштен жақсылап өткіземіз. Сүзгіштен өткізбесеңіздер, онда сіздер топыраққа құйған кезде гүлдің топырағына шыбын-шіркей сондайлар көбейіп кетеді. Сол себепті сүзгіштен жақсылап өткізулеріңіз керек. Оның құрамында калий бар. Назарларыңызға рахмет. Егер менің видеом ұнаса, лайк басыңыздар, және менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.